Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін мен Хартензе KZ. Достар, біз бүгін қалай осы компьютерский Майнкрафт түсуге болатынын көрсететін боламыз. Бірінші, мынау алдыда тұрған 3 бұрыш, қазір көрсетем, оны қалай істейді. Біз ол үшін касанені басамыз, и одан кейін барып мынаяқта разделить элементный управление деген тұрады. Соны былайынан осылай тұрады, негізінде соны былайынан қосасыңдар, сонымен солай болады, короче. Потом біз мынау видеоны басамыз да. Мынау 74:80 болып тұрған, мынау поле зрения осыны 74:80-ге қоямыз, міне. Содан кейін барып мына мынау негізінде карманный да тұрады. Мынау карманный да тұрады, негізінде неге қойылмай жатыр. Міне карманный да тұрады. Бұда міне осындай төбеде тұрады. Ал біз оны карманныйды классическийге қойсақ, қазір көрсетем. Міне видеоға кіресіңдер. Мынау карманныйды классическийге қоясыңдар. И одан кейін барып, уже міне осындай пәсте тұрады. Вот міне сендерге компьютерский Майнкрафт. Сендермен болған мен Хартензе KZ. Достар, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңдар. Обязательно 10 лайк болса, мен күшті контенттер шығаратын болам. Және мен короче, сол мен бір күшті контент шығарам, соған 10 лайк жинаңдар, подписаться. Давайте 2 подписчик болғанда, 10 лайк болғанда мен күшті контент шығарам, күтіңдер. Обязательно лайк, комментарий, подписаться басуды ұмытпаңдар. Колокольчикті обязательно басыңдар.